Мен өмірімдегі естіген ең ауыр хадистердің бірі 40 жасқа дейін адам тәубеге келіп үлгермесе, одан кейін өзі тозаққа дайындай берсін деген хадис. Жас кезде өзгеріп кету оңай. Жыл өткен сайын адам қатайып қалыптасқан сайын өз-өзін сындырып, тәрбиелеп, дін айтқандарына бұру оңай емес. Өте ауыр, үлкен ескертулердің бірі. Әлбетте ешкімнің үміті үзілмеу керек. Қай жасқа келген болатын болса да Құдай тағала тәубе берген болуы мүмкін, тәубе беруі мүмкін. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи осылай қатты ескерткен. Неғұрлым қолдан келгенше ертерек ақиқатқа келген жақсы. Бұл ақиқат іс кейінге қалдыруды көтермейтін нәрсе. Құдай үй береді деп айтса, оны асықтыратын едік. Бір кісі үй береді десе, көлік тегін таратып отырса асығатын едік. Біз оны қадірін білгеннен болатын нәрсе. Дін мәселесіне біздің асықпауымыздың бірден бір себебі оны қадірін кей уақытта жеткілікті деңгейде сезіне алмай жатамыз. Құдай көңілімізге сол нәрсені салсын. Және де бізді мейлінше ертерек дін жолына бұрып, өміріміздің ең көркем кезеңдер Құдайға арнауды бұйырған.